Арабша сөздерді күнделікті қолданысқа енгізу қаншалықты дұрыс? Дін саласының маманы, теолог ретінде айтатынымыз, біріншіден, қазіргі күнде орыс тілді қала тұрғындары дінге, намазға деген қызығушылықтары болып, орыс тілді кітаптарды оқу және орыс тілді материалдарды қолдану себеп болып жатыр. Сонымен қатар YouTube каналында орысша аударма жасалған, орысша айтылатын уағыздарды тыңдау арқылы осындай біздерді арабтандыруға тырысады. Яғни айтып жатқанымыздай, қазіргі бауырларымызды ахи, ал әпке қарындастарымызды ухти, бұйырсамызды иншалла, машалла деген сөздерді қолдану арқылы осындай сөздерді енгіздіріп жатыр. Және де үшіншіден, еліктеушілік қасиетіміз бар. Еліктеушілік қасиетіміз, яғни тақлиди иман деп айтамыз. Көбінесе жастарымыз тренд қууға және сән қууға әуес болып келеді. Мысалға, байқасаңыздар, көшеде кетіп бара жатқан кезде машиналарда жабыстырылған арабша сөздерді байқаймыз. Осындай арабша жазылған сөздерді қолдану арқылы оларда еліктеушілік қасиет болады. Және де осы еліктеушілік тақлиди иман деп айтып жатқан себебіміз, еліктеушілік олар бір сөзді біреуден естіп алады және оны ары қарай құптап, ары қарай жалғастырып кетуді айтамыз. Енді сонымен қатар қоғамда діннің өзінің қызметі бар. Діннің дүниелік қызметі, діннің компенсаторлық қызметі, діннің әлеуметтік бақылаушы қызметі бар. Сонымен қатар біріктіруші мен бөлушілік қасиеті және мәдениет тасымалдаушы қасиеттері бар. Осындай мәдениеттік тасымалдау қасиеттері бар екенін көп адамдар байқамай жатады. Сондықтан айтқым келетіні, әрине арабтың сөздерін, араб тілін білген әдемі, жақсы, алайда қазақ тіліндегі сөз қоры бар екенін, бай екенін, және де ол әуезді екенінде де байқасаңыздар деп айтқым келеді. Бәріміз тілімізді, дінімізді, ділімізді, ұлттық құндылықтарымызды бірге қорғайық.